Көгершіне хат келді. Ақылма ауылында Байырза Бесбаев атындағы мектеп гимназияның бірінші асыл оқушылары біздің барлық әріптерімізден танысып, әліпбимен қоштасқалы жатыр. Сол қоштасуға сізді шақырады. Сіз не дейсіз? Жарайды, барып білімдерін, тәртібін, қонақжайлығын тексеріп қайтайын. Өзіммен бірге маймылды да ала барайын. Құрметті ата-аналар, ұстаздар және оқушылар, бүгінгі қош құтты әліппе, армысың ана тілі атты мерекемізге қош келдіңіздер. Осыдан 4 ай бұрын мектеп табалдырығын қысыла да қызыға аттаған бірі отбасының тұңғышы, бірі кенжесі, бірі әжесінің сүйікті де еркесі болып жүрген ұл қыздарымыз өздерінің ең алғашқы оқулығы болған әліппемен бүгін қоштасқалы отыр. Балапандарымызды мектеп табалдырығын қалай аттағанын көрініс көрейік. Дәл осы сәтте мектеп алдында болып жатқан оқиға. Сендер мұнда не істеп жүрсіңдер? Сендер алтын уақыттарыңды ойнаумен өткізгенше оқып білім алыңдар. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Сендерге мектепті таныстырайын. Іші толған әріпке білімдегі жарық не? Ол сүйікті әліппе! Олай болса, бәрімізге ең қымбат әліппені ортаға шақырайық. Ата-ана, болашаққа жол бастар, әліппен келді ортаға. Жақсы білім көрімдік, болсын бізге қалайық. Не үйреніп, не білдік, қане ортаға салайық. Әліппе көп нәрсе үйретті, танысты
жұмбақ болып қалар ма еді, ұстазым оның кілтін алып берді. Таныстырар әліппен, мынау кітап әліппен. Әліппе деген аты оның басталған әріпінен. Бар кітапқа бас болған әліппе ғылым анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Келгенде алғаш мектепте білмеуші едік әріпте, оқыңыз қазір ертекте үйреткен оны әріппе. Тік әнімді телеграф бағаны, кейде оған ұқсатасың бағаны. Мұғалім мектеп Меккеге, молда мешіт Меккеде. Әрпінен басталар мемлекет мекен сөзі де. Әрпінде екі түйе, ортасында басқасы білім. Әліппе білім бұлағы, әліппе өмір шырағы, әліппе білім көзі, әліппе мұғалімнің асыл сөзі. Әке шеше артынсың, бізге үйреттің әліппе, бізге нағыз жақынсың, сенен білдік әріпті. Арам шықты дедің ғой, тәтті екен дедің ғой, арам шықтың атауы әріптен басталған. Түн шымылдық ашқаннан, жымыңдайтын аспаннан көп шырақты жұлдыздар, Түн шымылдық ашқаннан, жымыңдайтын аспаннан көп шырақты жұлдыздар жыры әрпінен басталған. Әрпінің үстінде екі нүкте қойғаны қана әріп шығады, жауабын айт, ойланды. Ол кәдімгі дөңгелек, кетпесін ол дөңгелек. Әр үйде бір қақпа бар, алмаған тап солар. Біз бүгін шексіз қуаныштымыз, өйткені алғаш хат танып, сауатымызды ашқан, әліппені бітіріп. Әліппе дақыл жоласқан, жаңадан пәтер жаласқан, әліппе сырын ұқтырған, рахмет ұстаз алғашқы. Қызықты бардың суда жел зыпылдап, бұл әрпінен басталады, бұл үстісін атын тап. Оның екі көзі бар, футбол деген сөзі бар.
шарты банан ағашынан банан алып, ондағы сұрақтарға жауап беру. Бананға жазылған сұрақтарға жауап беріп, маймылға банан жинап беру. Банан бер ойын ойнаймыз. Ол үшін ойынның шарты балалар. Қазір сендерге бананда жұмбақтар, сөздер, сұрақтар тұрады. Сол сұрақтарға дұрыс жауап берсеңдер, маймыл өте қуанышты болып, үйіне бананмен қайтады. Ал егер сендер сол сұрақтарға дұрыс жауап бере алмай қалсаңдар, маймыл ренжулі, қарны аш болып қайтады. Маймылға банан жинауға көмектесеміз бе? Қосудың компонентін ата. Қосылғыш, қосындының мәні. Дұрыс, маймылға бере ғой. Қане, келесі с дыбысынан басталатын сөздерді ата. Бере ғой, жарайсыңдар балалар. Яғни бұл сөздердің бәрі қайдасынан басталады екен? Дыбысынан басталады екен, жарайсыңдар. Келесі, заңдылық деген не? Өзгермейтін ереже. Қағида, иә, өзгермейді, иә? Дұрыс айтасың. Қандай заңдылық білесің? Аптаның жеті күні, қандай? Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жексенбіден кейін сейсенбі болады ма? Болады ма? Жоқ, ол кезде заңдылық не істейді? Бұзылады, иә? Бұзылады, онда заңдылық, ондай болмайды, заңдылық бойынша алып бере ғой. Ал, қуансашы. Келесі, қосудың ауыстырымдылық қасиеті. Айтам. Ал, Тамерлан айта қойсаңшы, Тамерлан бере ғой. Микрофон бере ғой. Қосылғыш, қосындының мәні. Жоқ, қосудың ауыстырымдылық қасиеті. Қосылғыш, қосылғыштардың орны ауысқанмен. қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді. Екі қосу үш тең бес. Үш қосу екі тең бес. Келесі, сөйлемнің неше түрі бар? Сөйлемнің неше түрі бар балалар? Екі емес, қанша? Арайына қанша түрі бар? Сөйлемнің үш түрі бар. Сұраулы сөйлем, хабарлы сөйлем, лепті сөйлем. Сөйлем деген не? Ал Еркежанға бере ғой. Сөйлем дегеніміз аяқталған нақты ойды білдіреді. Сөйлемнің соңына қандай көшпелі? Нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі. Ойлар, иә? Толық айтамыз балалар, толық жауап береміз. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Марат келе қойсын, Марат келе қой. Марат көріп қалды. Дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты, дауыссызды. Жарайды. Жапырақ сөзін буынға бөліп, дыбыстық талдау жаса. Ал, Диас келе қой. Диас көтерде, қолын, иә? Ренжімеңдер балалар, менің көзіме кім түсіп жатыр, соны шығарып жатырмын, жарай ма? Бәрін білетін мен сенімдімін, ал айта қой. Жапырақ сөзін буынға бөле қой. Буынға бөлеміз. Қолмен шапалақтамай-ақ бөле беру. Бәріміз бөле берейік кәне. Сөзде қанша буын бар екен? Жоқ, жапырақ. Үш буын бар.
Жарайсың, бері қой. Маған бері қой. 6 санының құрамын ата. Altı, üç bin üç, beş bin bir, bir bin beş, 24. Алтын банандарды сала қойшы. Молодец. Маймыл банандарды сала қойшы жерге. Қуанып жатсың ба маймыл саған көп банан бергенге? Ал бәріне қояды осы сұрақ. Бәрін жауап бер деші, ойланып. 20 қосу 10, 70 азайту 30. 20 қосу 10. 7 азайту 30. Жарайсыңдар, молодец. Міне сендердің аттарынан, барлықтарың аттарынан. Осымен маймылға тамақтанып ойнайық қалды. Ертеңгі әңгіме өз бетімше оқи аламын. Біз көп нәрсені кітап оқуды, өлең жаттауды, ән айтуды, сурет салуды үйрендік. Менің енді сендермен қоштасатын уақытым таяп қалды. Сендерге де рахмет балалар. Өздеріндей тәртіпті, оқуға ынталы балалардың талабына қуанамын. Енді ары қарай білімдерімді жалғастыру үшін ана тілі кітабымен таныстырайын. Ана тілі, мұнда келші. Сәлеметсіңдер ме балалар? Туған елдің тілімін. Ақылыммен танылам. Үстін тірер бәріне ана тілі мен боламын. Балалар, енді бұрынғыдан да көп оқитын боласыңдар. Ынта қойып оқитындар. Әр сөзімді жаттаған балалар үшін мақтанам. Рахмет айтып жаттаған. Риза болып аттанам. Оқумен өсіп толыңдар, аман есен болыңдар. Әліппе, біз сізге сыйлығымыз бар. Әліппеде жаттаған әріптерімізді сізге сыйға тартамыз. Көріңіз. Рахмет балалар. Міне сендер әліппені аяқтадыңдар. Осы оқулықтан өз отанымыз туралы оқып білдіңдер. Қош, рахмет саған әліппе. Жарайсыңдар. Біз қай ауылда тұрамыз? Жарайсыңдар. Ендеше, отан туралы қандай
жері төгіл еді жылдастан. Туған жерім ата қол зата мекен, бауыры тағажанға болған екен. Әр ұлттың басын қосқан бір арнаға, қазақ елі ел менің өлкем. Қазақстан кемей деніп аршындадым, әлемге газетоки қапан мәлім, елулік межесіне көп замай, еңесін өсебетке адымдағы. Менің туған ауым, туған жерім мекенім, өткен жерім соғаным, зақыласын сотасыңыз. Қазақстан заманының заңғарына халқына мекен болған жайлауында Алатау, Ақсамай аудасын деген қайратты қатты қойлауында. Отаным менің Қазақстан, атыңнан сенің айналдым, бар деп сені өтерем, жаса берші Қазақстан. Айналышымен қорғаған, халқым менің мықты ғой, ата баба әрқашан салт дәстүрін сақтаған. Отан менің Қазақстан, мәңгілік сенімен мақтанам, сәнді жүрсем әрден көңілі алып жүрем, бақ-табақ. Ұлан байтақ жер бар, пайдаланғаны бар, кені бар. Төрт жер Қазақстан, көркіне-көркі жарасқан. Балалар, мен сендерге бір сұрақ қояйын. Біздің рәміздерімізді білесіңдер ме? Атап көрсетіңдер. Жарайсыңдар, балалар. Сіз қазақтың қызымын, орыстайтын тұрғымен жерге жар.
келеді. Балаларды бүгінгі мерекелермен құттықтау үшін Баймырза Бесбаев атындағы мектеп-гимназия директоры Сыздықова Гүлнара Құрманәліқызы ортаға шақырамыз. Ал құрметті бүлдіршіндер, қымбатты сүйікті біздің мектептің білім алушылары, міне 1 қыркүйекте құрметті ата-аналар өздеріңіз осы балапандарды алғаш рет мектептің табалдырығын аттатып, осы мектептің есігін айқара ашып біздің ұстаздарымыз қойған еді. Енді міне бүгін ең алғашқы кітап осы әліпбимен қоштасып жатыр. Құрметті ата-аналар, өздеріңіз де байқап отырсыздар, біздің балаларымыз қандай білімді, қандай ұстамды, қандай тәртіпті, мәдениетті және де ұлтшыл, нағыз ертеңгі елінің тізгінін ұстайтын осы балалар емес па? Сондықтан, құрметті ұстаздар, сіздердің жұмыстарыңызға мың алғыс. Міне бүгін нағыз еңбектің жемісін көретін күніміз болып отыр. Сондықтан осы балаларымыздың болашағы жарқын, әрдайым мерейлері үстем болсын. Және де жолдары ашық болып, ана тілін жетік меңгеруге әрдайым білімдері шыңдала берсін. Ал балалар, байқап отырсам, сыныпта 15 ер бала бар екен. Сондықтан ертеңгі елінің мықты көркейтетін осы сыныптан балаларымыздан министр мен президент шығатын нағыз керемет сынып болады деп ойлаймын. Сондықтан мектепті елінің, республикасының, әрдайым отанның тек қана жақсы атын шығаратын ұл мен қыздар болсын. Өмірлері ұзақ болсын, болашақтары жарқын болсын. Айыр керемет жұмысыңыз өте нәтижелі бүгін көріп отырмыз. Сіздерге құрметті ата-аналар, рахмет. Осындай балаларымыздың білімін, өнерін де тамашалап келуге, уақыттарыңызды бөліп келуге үлкен рахмет. Сізге. Айгүл Рахметовна, екеуіңіз де сөйлесеңіздер. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, кішкентай балапандар, сендердің бірінші мерекелерің, әліпбимен қоштасу мерекелерің құтты болсын. Ары қарай білімдеріңді шыңдай беріңдер. Өте тамаша, білімді, тәртіпті, мәдениетті, өте жақсы балаларсыңдар. Сендерге денсаулық тілеймін. Жақсы оқыңдар. Тек қана бестікпен оқыңдар. Нағыз патриот айтқандай. Үлкен рахмет, еңбегіңнің нәтижесін көріп отырмыз. Күнделікті сабақ оқытқанда өте ризамын саған, өте ризамын. Рахмет саған, үлкен еңбегің жана берсін. Балалар әкелеріңді тыңдап, жақсы балалар болып өсуге тілектеспін. Рахмет, өте тамаша. Құрметті ата-аналар, балаларымыз өте керемет жұмыс болды. Ауырмаңдар, бақытты болыңдар. Самай қалына денсаулық болсын. Не дейміз енді? Өте керемет болды, өте ризамын. Прям әдемі болды. Рахмет. Рахмет. Еңбегіңіз жана берсін. Осы сіздің арқаңызда. Рахмет сізге көп-көп. Рахмет барлықтарыңызға. Сізге де көп рахмет. Ата-аналарға да көп рахмет. Енді ата-аналар атынан біздің балаларымызға не қылдық шыңа? Ата-аналар атынан біз сыйлық жасадық балаларға. Қазақтың мақал-мәтелдері, жаңағы өз несін, тарихын білетін, сөздің саптауын білетін балалар болып өссін деп 1-ші сыныптан бастап мақал-мәтелдер беріп жатырмыз.